Қоян. Ертеде қоян әркім артынан түсе берген соң тым қатты ыза болыпты. Мен әркімнен қорқа берсем керек. Менен ешкім қорқпайды. Бүйтіп жүргенше суға түсіп өлгенім жақсы депті. Суға қарай жүріп келе жатқан мезгілде өзін өзі өлтірмекші бопты. Сонда су бойында жатқан қойлар үркіп барып, басқа қойларды апалаң-топалаң үркітіп жіберіпті. Сонда қоян ойлайды, менен де қорқатын хайуандар бар екен, өздері үлкен, бүкіл бір төбе, деп көңілі жай болып райынан қайтыпты. Түлкі менен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың дейді. Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі саусап, әрі ыстықта бөліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен, депті түлкі. Мұны естіп ешкі, мен де салқындайын, әрі су ішейінде бойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне табан тірепті де ырғып далаға шығып, жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты. Торғай мен адам. Өткен заманда бір саятшы тор құрып қойса, торына кішкене бір торғай түсіп қалыпты. Торғайды адам қолына ұстап үйіне апара жатса, торғайға тіл бітіп былай депті. Мен кішкене торғаймын, союға жарамаймын. Қапасқа салсаң, құсалықпен өлемін. Мені еркіме қоя бер, кең дүниеге жібер. Ақысына сізге 2 ауыз ақыл айтайын депті. Қане, ақылыңды айт, депті адам. Жарайды, бір ауызын қолыңда, бір ауызын жерге түскен соң айтайын. Өйткені қос қолдап қысып тұрғанда, өкпем қысылып, ештеңе айта алмаймын, депті торғай. Аңшы босатыпты. Бірінші, өткен іске өкінбе. Екінші, көзбен көрмей сенбе, депті. Торғай анадай жерге қонып отырып, сен ештеңе білмедің, менің бөтегеме жұдырықтай гауһар бар еді, депті. Адам қонып отырған торғайды ұстауға тура ұмтылыпты. Торғай әр жерге ұшып қонып ұстатпайды. Адам қуып қоймаған соң адамға былай дейді. Менің жаңаға айтқан өсиетімді түсінбепсің. Өзің ақылыңа салшы. Менің өзім жұдырықтай жоқпын. Менің бөтегеме ондай зат қалай сыйды? Бұл бір. Екінші, мен саған ұстатпаймын, қанатым бар. Сондықтан өткен іске өкінбе, деп ұшып кетіпті.